Қайырлы таң, сауатты сөйлеп, жазуды жалғастырамыз. Көп байқайтыным, миллиметр, сантиметр, гектар, грамм деген сияқты қысқарған өлшемдерден кейін нүкте қойып жатасыздар. Сөйлемнің ортасында келсе, оған нүкте қоюдың қажеті жоқ. Ал оларға қосымша жалғау керек болса, онда дефис арқылы жалғай бересіз. Мәселен, 10 сантиметрге 20 гектардан 30 градусқа, ал температураны білдіретін градус болса, онда жіңішке жалғау жалғайсыз, өйткені таңбаның соңы Цельсий сөзінің бас әріпімен аяқталып тұр. Ал оқығанда 30 градусқа дей бересіз. Осы тұста дефис пен сызықшаның аражігін ажыратып алайықшы. Сызықша сөз бен сөз, сөйлем мен сөйлемнің арасына қойылады. Ал дефис ата-ана, бала-шаға, ала-құла деген сияқты қос сөздердің, күрделі сөздердің және сан мен сөздің арасына, кейде сөзді буынға бөлгенде тасымалдағанда қойылады, яғни толықтырушы көмекші элемент ретінде қолданылады. Ал сызықшаның мағынасы мен мәні бар. Оны Big Bro деуге де болады. Ол ұсақ түйекке қыстырыла бермейді. Үстіге? Алдыға. Астыға. Өтінем айтпаңыздар шолай. Бірдеңенің алды, үсті, асты, табаны, ортасы бар. Оны табаныға, ортасыға деп қолданбайсыз әрине. Табанына, ортасына дейсіз. Дәл сол сияқты үстіне, астына, алдына деп дұрыс қолдануға болады ғой. Жұрттың алдына түссеңіз, ғимараттың алдына тоқтасаңыз, мархабат, алдына деп қолдана беріңіз. Бірақ алдына, алдыға жүрмейсіз, жылжымайсыз. Алға жылжисыз, алға жүресіз. Фото, радио, теле, мото, био, микро, макро сияқты сөздер екінші компонентпен бірігіп, бір ғана заттың немесе құбылыстың атын білдірсе, онда олар қосылып жазылады. Мәселен, фотосурет, телеөнім, биосүзгі, ультракүлгін, макроэкономика, мега-шоу. Сауатты жазып, сөйлеп үйренейік. Біз оған лайықпыз.